Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте пайдалы эклер дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға күріш ұнын саламыз. Үстіне жүгері крахмалын саламыз. Қопсытқыш салатын боламыз. Енді сұйық қоспасын дайындаймыз. Оған 1 стакан су және кішкене сары май, барлығы ерігеннен кейін астын басып қойып, үстіне құрғақ ингредиенттерді жайлап сала отыра жоғары жылдамдықта араластырамыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығады. Енді үстіне қант алмастырғыш саламыз. Енді жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз осындай болып шықты. Енді оны кондитерлік мешокқа салып, лопатканың көмегімен, содан кейін табамызға домалақтап құямыз. Енді оны пешке жіберетін боламыз. Біз кремін дайындайтын боламыз. Оған сливки, творог және сахарозаменитель керек болады. Енді үшеуін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Эклеріміз пісті. Осындай болып шығады ортасы. Енді осының ішіне кремін салу үшін кондитерлік мешокты басын қиып алып, ішіне насаткамызды салып, кремімізді саламыз. Енді кремді салу үшін оны ағаш таяқшаның көмегімен кесіп аламыз және кремімізді құятын боламыз. Эклеріміздің ішіне кремін салып дайындап болдық. Енді мен тек жартысына ғана қантсыз шоколадты ертіп алып, бетіне жағып, үстіне азғана кунжутпен кокос ұнтағын себелеп әсемдейтін боламын. Міне біздің эклеріміз дайын. Өте пайдалы, қонаққа да, балаларға да беруге болады. Барлығыңызға ас болсын.